Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ишан. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик-тик-тик. Біз радиокаймен сыртта папамызды күтіп жүрміз. Радиокайм бармауында су. Бізде жаңбыр жауған осындай. Радиокайм сыртқа шықтық. Біз радиокай ауырып қалды. Кишечная инфекция болып тұр. Тик-тик-тик-тик-тик. Не болды? Көңіл күй жоқ енді. Кәбет жоқ. Күш па? Күш па? Жүр, күш болсақ. Кеттік. Әйбек көш креверсінің ламинатын алып сағатыр. Алла қалса ертең керамын гранит төселеді бұл жерге. Ас бөлменікіндей болады. Ас бөлмеміздің жағдайын көрсетем. Ол жерде керамын гранит кеуіп жатыр. Мінекей. Алла қалса мына жердегі радиаторды алып, мына радиаторды мына жерге орналастырады. Сонда мына витраждық терезе жабылмайтын болады. Сосын Алла қалса 10 қарашада бізге кухонный гарнитур келеді деп айтты. Алла қалса бүгін бізде 5 күн ішінде, 5-6 күн, яғни бір жұманың ішінде біздер өзіміздің ас бөлмемізде Алла қалса дұрыстап тамақ ішетін боламыз. Осындай әлі мына жердің барлығын ертең жасайды. Тағы да мына жерден ертең жалғастырып жібереді. Құдай қаласа барлығы болады. Алақай, қайын қуанып кеттім. Бір кезек алғандай. Алла қалса бұл 199-шы үкіметтік балабақша екен. Және де бір айдың ішінде ашылады екен. Қуанышта шек жоқ. Алақай. Әдеукай жылап атырсын ішінен шықпаймын. Жүр, барамыз. Басқасына барамыз. Жүр. Кіріп алып ішінен шықпаймын деп. Не айтам әлі сен. Онда кіргін келмей қалатын кездер көп болатын шығар деп. Сыртта жаңбыр құйып тұр өзі. Мынау ас бөлмеден қараған көрініс. Ас бөлмедегі жағдай осындай. Қазына жақты жинайын деп жатырмын. Кішкене сыпырып алып реттеу керек. Бүгінгі бітірген шаруасы. Мына жерден бай керамы гранит төседі. Ертең Алла қалса мынаның барлығы кепкесін, мына жағын төсейтін болады. Мына жақтан, мына жерден шеттерін төседі керамы граниттің. Мына жерлері кепкен жермен жүруге болады. Сосын мына жерлердің барлығын қазір мен жинастырайын деп жатырмын. Штативім сынып қалды. Штатив қойып сүрем ба дегем. Енді мынаның бәрін жинау керек. Айбек мырза не істеп жатсыз? Күр жуатын машинаны қазір Айбек ана жерге сұрайын деп жатыр. Сондай бізде шаруа сағат 9 болды, 10-ға дейін істеп тастау керекпіз. Шай да ішіп алу керекпіз айбада. Сосын жату керек бізде режим. Қазір онда ұйықтап қаламыз. Бізде ремонт жалғасуда. Жағдайымыз осындай қазір. Қасмен жердің полдарын бәрін сықитып жуу керек. Керек емес нәрселерді лақтыру керек. Мінекей айтқанымыздай мына жердегі батареяды мұнда жылжыттық. Енді мына жерден обзор өте жақсы көрінетін болады. Осындай панорамалық витраждық тереземіз күшті көрінеді. Айтпақшы бізде қар жауды. Мінекей
Қар жауып тұр, күшті болып. Мына жерге мынандай шешім тапты әйбектер. Осылай. Барлығын күштетіп жуғанда сықылып кетеді. Осындай біздің жағдай қазіргі үйдің. Мына жерде міне барлығы бітіп қалды. Мына жерде осындай плинтуспен жабылады. Плинтус па, не деп аталатынын білмеймін. Осындай әдемі. Есіктің астында тұрады. Алла қаласа енді плинтус, обой, барлығын жасырамыз. Сонда күшті болады. Мегада жүрміз. Маған кейін барып күртеше бірдеңе алу керек еді. Жемпір сияқты нәрселер.